Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Рако, және бүгін біз Майнкрафтты қалай жазу керектігін үйрететін боламыз. Қазір мен мынаны бүйтіп істептейін, Wi-Fi қосып алайын. Кәсіпорын қосылсын. Міне сіздер осылай Google-ға кіресіздер. Менімен бірге жасап отырсаңыздар болады. Бүйтіп Google-ға кіресіздер. Мен қатып жатыр. Google-ға кіресіздер. Айбай осылар. Ай, жаман қатып жатыр достар. Ай өтпеңіздер, кешіріңіздер. Мындай жазасыздар. Міне қазір мына поиск ашылсын. Тездетіп. Артта шығып жатқан достарға мән бермеңіздер. Ана жақта телевизор қарап жатыр. Реклама қатты шығып тұр дауысы. Сіздер мына жерге бүйтіп жазасыздар. Қазір міне Майнкрафт скачать деп жазасыздар. Сосын оның артына любой өзіңіздің қалаған Майнкрафт версияңызды жазасыздар да. Және де кіресіздер. Салонына мен кіретін енді көп ұзақ уақыт алады кірілу үшін. Сосын өзіңіз жақсы көретін сайттарыңызға кіріп, өзіңіз тілім келмей қалды ғой, жазып алсаңыздар болады. Мен modscraft.net деген сайт ұнайды. Мен мысалға осы жерден кіресіздер осы сайтқа. Любой өзіңіздің қалаған сайтқа кіресіздер. Или мен сайтыма кіре беріңіздер. Мен сайтым негізі қолайлы, тегін, барлығын дұрыстап, адал жолмен береді, алдамайды. Асты қарата істейсіздер. Мына жерде өзіңіздің 1.1.5 және 1.1.4.4-тің екеуі тұрады, және де 1.0.9. Қызық үшін біз соны жазып көрсек екен. Жазып көрейік, қызыққа тек. Жалпы мен жазып көрем. Қазір осындай 7 секунд болады, және скачать бесплатно басамыз. Скачивание деген жазып шықты. Міне бізде осындай Майнкрафт жазылып жатыр. Қазір Майнкрафт менде қазір көп ұстамайды. Ұзақ жазылады. Жазылғанша мен сіздерді күтемін. Міне достар, мен оралдым. Жаңа мен ұзақ күттім. Жарты сағаттай ма күттім Майнкрафттың жазылуын, яғни скачать етілуін. Тілім жаңылысып жатыр, және осылай шығады міне. Майнкрафт P клон APK деп шығады. Енді үстін басамыз. Кішкене күтеміз. Және жадына настройки деген атмен деген шығады. Настройканы басамыз. Астына істеймізде неизвестные источники деген кнопканы басамыз. Және далее деген төмендегі кнопканы басамыз. Және установить дегенді басамыз. Қазір жазылады. Осы кішкене күтеміз жазылуын. Қазір мен видеоны қысқарта тұрам. Бұл жазылып болғаннан кейін видеоны жалғастырамын достар. Менімен бірге болыңыздар. Айтпақшы, мен оралдым достар, және де открыть деген төмен жақтағы, оң жақтағы открыть деген батырманы баспаңыздар. Ол кетіп қалады, қайтып жатқызуға готово дегенді басыңыздар, міндетті түрде. Және де осылай шығып кетеді. Мынаны басасыздар. Мен осы жындай Майнкрафт тұрады. Мен клон жазғасын, клон енді осылай қуат, кіріп көреміз. Міне кіріп жатыр. Қазір кірілгеннен кейін видеоны жалғастыратын боламын. Міне достар, мен оралдым. Арттағы достарға мән бермеңіздер. Ана жақта телевизор жүріп жатыр. Міне мен кірдім осындай. Енді создать новыйға кіреміз. Кішкене ойнап жіберсек болады. Кішкене ойнап жіберейін. Случайная генерация.
Выживаниеміз әрине творческий. Мирно. Всегда қосамыз. Шөмізде плоский. Бұның ішінде не бар екен, соны көреміз. Не күліп жатыр? Баяғы ескі версиялардың бір секілді. Қазір набор синхронизация bir нәрсе ұзақ жазушыға көп ұзақтары сөйтіп алып, мынау болса тез кірілді. Так, бұл не деген? Бұл ескі. Вау, керемет. Достар, бір нәрсе байқадыңыздар ма? Қазір Майнкрафтқа кіріп ойнайтын болсақ, мына жерде белый цемент, ол жерде шерсть, белый шерсть дегендер де бар, белый цемент, сосын белый цемент дегендер бар, сосын белый бетон дегендер бар, сондайлар бар ғой. Енді мен блоктерді көрдік, енді мына сценаның суретін бассақ, сол баяғыдай. Сол баяғыдай сериялер толып тұр. Достар, осымен осы видеоны аяқтайтын шығармыз. Енелерге исақ қойын деуін. Қазір видеоны аяқтағаннан кейін салатын боламын. Ал достар, қош сау болыңыздар. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал, давай.